Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын казахский палау дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанымызға сұйық майды құйып, етімізді салып, осылай екі жағын қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырып болғаннан соң, пиязымызды салып, оны да қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей пиязымыз жақсылап алтын түскенше қуырылды. Енді сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Палауға осы сары және қызыл сәбізді араластырып салсаңыздар, палауларыңыз өте дәмді болып шығады. Сәбізімізді қуырып болғаннан соң суымызды құямыз. Сәбізіміз, етіміз кішкене батып тұрса болғаны. Енді чесногымызды салып, осыны бір жарты сағаттай қайнататын боламыз. Енді күрішімізді 2-3 қайтара жуып аламыз. Тамағымыз жарты сағат қайнағаннан соң күріш салып демдеуге кірісеміз. Ең алдымен чесногымызды алып, тамаққа кішкене дәміне қарай тұз саламыз. Сосын жаңағы жуылған күріштерімізді салып, бетін тегістеп жайып шығамыз. Егер де су аз болатын болса, шамалы су құйып жіберсеңіздер болады. Осылай күріштеріңіз толықтай суға батып тұрса болғаны. Баяу отта пісіретін боламыз. Суы кішкене тарылғаннан соң бет жағын осылай видеодағыдай аударып шығамыз. Бетін толықтай аударып шыққаннан соң бет жағын тегістеп осылай шұқылап шығамыз. Сонда арасында сулары жақсы барып, күріштері біркелкі пісетін болады. 5-7 минуттан соң тағы да бет жағын аударып шығамыз. Екі рет қайтара аударуымыз жеткілікті. Сол арада күріштеріміз пісуге жақын қалады. Сосын күріштерді ортаға қарай үйіп, бетін тегістеп, жаңағы сарымсақты ортаға қойып, жан-жағын қасықтың көмегімен видеодағыдай шұқылап шығамыз. Сосын пленкамен жапсаңыздар, палауларыңыз жақсы демделіп пісетін болады. Қазанымыздың астын баяу отқа қойып, жарты сағат демдейміз. Мінекей жарты сағатта осылай пісіп шықты, өте дәмді, әдемі болып шықты. Менің рецептімен жасап көріңіздер, осылай палауларыңыз езілмей әдемі болып шығады. Бетіне етті салып, дастарханға осылай ұсына бересіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.